Баршаңызға сәлем, менің құрметті көрермендерім, арнама қош келдіңіздер. Міндетті түрде тіркеліп, қоңырауша батырмасын басып қоюды ұмытпаңыз. Бүгін сіздерге осы жаз кезінде құрамы өте қарапайым, сонымен қатар өте пайдалы, әдемі, сочный салаттың рецептімен бөліскім келіп тұр. Бұл салат негізінен қызылшадан және жүгеріден тұрады. Жүгерінің қытырлақ дәмімен, жаңағы қызылшаның өзіндік дәмімен өте үйлесім табатын, дәруменге бай және құрамы өте қарапайым заттардан жасалады. Көп уақытыңызды да алмайды және 5 минуттың ішінде қалмай желініп қоятын салат. Сондықтан міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіз. Алдымен қызылшаны пісіріп аламыз. Мен суда пісірдім. Енді әртүрлі тәсілдері бар қызылшаны пісірудің. Өзіңізге ыңғайлысын қарап пісіріп алсаңыз болады. Одан кейін қызылшаны кубиктап турап, пиязымызды осылай өте жіңішкелеп турап алатын боламыз. Пияздың артық қышқыл аршылығын басу үшін мұздай суға саламыз. Барлық пиязды салып, жақсылап суға батырғанша су құйыңыз. Одан кейін сірке суынан, яғни уксустан бір тамшы ғана құйып, қасықпен жақсылап араластырып, салатыңыздың негізгі бөліктерін дайындап алғанға дейін бөлек жерге қойып қоя тұрыңыз. Осылай етсеңіз, қатты ащылығы кететін болады. Енді сарымсақты өте уақ етіп турап аламыз. Сарымсаққа арналған үкіш болса, немесе өткізіп алсаңыз болады. Мен осылай пышақтың көмегімен уақтадым. Енді сарымсағымызды қызылшаның үстінен салып, әрі қарай салатымызды жинақтайтын боламыз. Әрі қарай консервіленген жүгерінің суын төгіп тастап, салатымызға қосатын боламыз. Өте ерекше дәм беріп, күтірлеп, керемет үйлесіммен салатта жүретін болады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіз. Ерекше дәмді болып шығады. Екеуінің үйлесімділігі жасап көруге кеңес берер едім. Енді бана бөлек ыдысқа пиязымызды мұздай су құйып, үстінен сірке суын құйып қойдық. Соны жақсылап тұрып, араластырып, қолыңызбен артық суынан ажыратып, яғни сығып отырып, салатымызға қосатын боламыз. Бұл пияздың өзі де қатты ащы емес, күтірлеген, керемет дәм беріп, салатты одан сайын дәмін келтіре түседі. Және салатқа кинза қосса болады, петрушка қосса болады. Мен жуа қостым, кәдімгі көк жуаны, маған осылай ұнайды. Оны да жіңішкелеп турап, жақсылап әдемі көрік береді салатқа. Енді сұйық майымызды, немесе оливковый масло болса, 2 ас қасықтай салатын боламыз. Үстінен осылай құйып, жақсылап араластырып аламыз. Бұрыш еш нәрсе қоспайсыз, аз ғана татымы үшін тұз салсаңыз болады. Жақсылап араластырып, салқындатып, үстелге бере берсеңіз болады. Бағанағы айтқанымдай дәмдері өте үйлесім тапқан, күтірлеген, керемет сарымсақтың, пияздың, жуаның өзіндік керемет дәмдерімен өте керемет үйлесім табатын болады. Қызылшаның дәмі де өте үйлесім табады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Үй ішіне өте ұнады. Барлығы бір мезетте, яғни бір шайдан шығармай жеп қойды. Балалар да жақсы жеді. Менің кіші қызым қызылшаларын теріп жеп алды. Өте әдемі, ыстық тағаммен өте үйлесім табатын, бастысы өте пайдалы салаттың рецептін міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіз, және пікіріңізді, лүпіліңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Назарларыңызға көп рахмет. Менімен бірге болыңыздар. Келесі видеоларда жолыққанша.